Қараңдаршы, сендерді де ұры дейді-ау өздерің. Тіпті кішкентай баланың кәмпитін ұрлай аласыңдар ма? Бөбеке, бәріне кінәлі Бубу. Ол тек ойнап, кәмпит жеп құр жүреді. Тоқтатыңдар, екеуің де жетісіп тұрған жоқсыңдар. Одан да жаңа тапсырмамды тыңдаңдар. Германиядан мынаны ұрлап әкелесіңдер. Ой, адамның басы қорқақ. Мен бармай-ақ қояйыншы. Әне, Бөбеке, көрдіңіз ғой? Ол үнемі осылай кері тартады. Сәлем, Аяжан. Сен неге көңілсізсің? Елдос, мен өзімнің 50 жылдан кейін қандай болатынымды елестетіп қайғырып отырмын. Ой, Аяжан, оның несі қайғылы? Сен үлкен апа боласың. Жоқ, апа болуға қарсы емеспін. Бірақ қартайып, әжім болғым келмейді. Аяжан, меніңше сен өте сүйкімді апа боласың. Сен мені осылай алдап отырсың ғой, е? Мен шындықты айтып отырмын. Гутентал, достар, мен өздеріңді көргеніме қуаныштымын. Аяжан, қара, бұл Германиядан Генрих қой. Сәлем. Ой, Аяжан, саған не болды? Ештеңе, Генрих. Аяжан өзінің 50 жылдан кейін кәрі апа болатынын ойлап қайғырып отыр. Аяжан, оның несі жаман? Сенің өзіңнің апаң бар ма? Сен де дәп сондай боласың. Мен өзім солай ойлаймын. Соны айтам, Генрих. Одан да біз саған қонаққа барайық. Ой, жақсы болар еді. Генрих, бізді күте бер. Түстікте жатыр таңсы көнені. Түстікте сирек таңды көресің. Батыста мол ескен күші даланың. Қиырдағы қала жатыр мәңгі ұйқыға бөледі. Дүниеде мол ғой қызық бар адам. Қайда жүрсе күтер сені жаңалық. Дүниеде мол ғой қызық бар адам. Қайда жүрсе күтер сені жаңалық. Сотқарбай, мен қорқып келем. Артымда бассыз адам тұрғандай болады. Қорқақ, сен сияқты қорқақты көрсем көзім шықсын. Егер менің басымды алып тастаса, қорқынышты емес пе? Ой, сенің басың кімге керек? Түймен қайда? Дауысыңды өшіп тастайын. Миымды ашыттым. Германияға қош келдіңдер, достар. Көріспегелі қанша бол? Сәлем, Генрих. Қонаққа шақырғаныңа рахмет. Амансың ба, Генрих? Қандай әдемі қала. Берлин өте әсем қала. Жүріңдер, сендерге көрсетейін. Алақай, кеттік. Менің планшетімде Берлиннің символы Бранденбург қақпасы деп жазылыпты. Ол не қақпа? Ол рас. Міне ол қақпа. Бұрын ол бейбітшілік қақпасы деп аталған. Ал анау күймедегі кім? Менің планшетімде ол күймедегі жеңіс құдайы Виктория депті. Жеңіс құдайы? Ой, онда тағы мұнара екен. Бұл да Берлиннің мақтаныштарының бірі. Радио мұнара.
біздің Алматыдағы телемұнараға ұқсайды екен. Жүріңдер, оның басына шығып Берлинді қарайық. Генрих, сен не дейсің? Аяжан, мен сендерге керемет бір мұражайды көрсеткім келеді. Онда бір 3000 жыл сақталған қас сұлудың мүсіні бар. 3000 жыл? Тезірек сонда барайық. Кеттік. Қорқағым, қайдасың? Әй, бұл жай ғана мүсін ғой. Одан несін қорқасың? Оюды таста да, мүсінді ал. Қашамыз. Ал мынау, батырсымақ балақайларға тосын сый. Бұл мұражай жаңадан салынды. Оған Египет мұражайына сыймай қалған көне жәдігерлер қойылған. Мұнда өте әдемі екен. Генрих, әлгі 3000 жыл сақталған мүсін қайсы? Бұл мұражайда Мысыр падишасы Нефертити бар. Мен айтқан көне мүсін сол. Қалай, ол әдемі ме? Ой, Генрих, бұл қарбыз ғой. Мынау шынында қарбыз ғой. Ал Нефертити қайда кетті? Ой, менің оны көргім келіп тұр. Тек ұрлап кетпесе болғаны. Ұрланған болды ғой. Енді қайтты ға? Қазір оларды табу керек. Елдос, Генрих, Ақтөс бір нәрсе тапқан сияқты. Мынау не суреттер? Қызық. Бубу бір бастан қашып барады. Ал мұнда тек Бубудың басы тұр. Белгілі болды. Нефертити падишаны Бубумен сотқарбай ұрлаған. Елдос, біз оны қайтаруымыз керек. Әрине. Генрих, сен бізді осында күт. Ал ұрылармен қалай сөйлесуді біз білеміз. Тәуеке, біз келе жатырмыз. Іс бітті. Мүсінді менің мұражайыма әкеліңдер, сосын мақтанасыңдар. Ой, олар кетіп қалыпты. Тезірек қойық, жетіп аламыз оларды. Аналарды қара, бізді қуып келеді. Ал, жете алсаңдар, қуыңдар. Бе-бе-бе. Жете алмайсыңдар дедіңдер ме? Қане, мүсін қайда? Ұрлық түбі қорлық екенін ұқтырайық сендерге. Сағыздай жабысып айырылмады ғой мыналар. Тәртіпке шақыршы. Қане, сазайларыңды тартыңдар. Алақай, біз жеңдік.
Достар, сендер нағыз батыр екенсіңдер. Рахмет сендерге. Керемет, падиша десе дегенде екен. Біз оны құтқарып қалдық, иә? Маған оның аты ұнап тұр. Нефертити. Нефертити, Эхнатон деген Мысыр фараонының бірінші әйелі болған. Осыншама уақыт мүсін қалай сақталып келген? Шынында керемет. Аяжан, өскенде сен де осындай сұлу боласың. Біздің Аяжан одан да сұлу болады. Генрих, Елдос, жақсы сөздерің үшін көп рахмет. Меніңше, көңілсіз ойларға берілу дұрыс емес. Иә, одан да уақытты осындай қызықты саяхаттарға арнайық. Елдос, мен әлгі фараон падишасының 3000 жыл сақталғанына таңмын. Қарашы, өнер деген өлмейді. Қанша уақыт өтсе де, біз Мысыр фараонының әйелі қандай сұлу болғанын көре алдық.